Бір күнде тағдырыңды өзгертуге болады ма? Бір күнде өміріңді өзгерте аласың ба? Айсұлудың өмір жолы жап-жақсы басталған еді. Мектепте оқушылардың алды болды, оқуда озат, ән күйден 5, тәртібінде мін жоқ. 15-16-ға келгенде бәдені айқындалып, сыланып шыға келді. Кеш батса болғаны мұның үйінің маңайы ысқырған бозбалаға толып кетеді. Шешесі: «Ысқырмаңдар, іштеріңе жел толды ма?» деп қолына түскен нәрсемен түбіт мұрт жігіттерді қуумен әлек. Кілең жөлекпенің назарын үйіргенге қызда үйренді. Қысқа етек көйлегімен көшені бір айналғанда борбайына бозғырт біте бастаған не бір ай бозым айға қарап ұлыған көк бөрінің күйін кешкен. Арманы Алматыға оқуға бару, аттестатын алып, енді пойызға шыққалы отырғанда әкесі кенеттен көз жұмды. Келер жылы шалының жылын берген жазда шешесі де ауырмай сыздамай, ұршығын иіріп отырған күйі үзіліп кете барды. Бірінен кейін бірі соққы жас қызды есеңгіретіп тастады. Бірге оққан Асқарды іштей ұнататын. Ол мұндай аруға қолым қайдан жетеді деп жүрексінді ме, Айсұлуға деген іңкәрлігін білдіре алмады. Көршідегі Самат ештеңе деп емеурін танытпаса да, әкесі мен шешесінің қазасы үстінде қалбалақтап қасында болды. Келген меймандарға шай қойды. Етті де жіліктеп, табаққа салудың жайын жақсы біледі. Айсұлу шақырса болды, бар жұмысын сықырып тастап, осы үйден табылады. Шыққыр көзі қайдан көріп қалғанын, кешқұрым ала сиырдың бұзауын айдап келе жатып, клубтың алдындағы ағаш орындықта Асқардың бір қызбен сүйісіп отырғанын көрді. Жүрегі быт-шыт долдана жылап үйіне жетті. Бұзауды енесінің бауырына жіберді де тамақ ішпестен жатып қалды. Содан кешке дейін жатты. Жастығы жасқа шыланды. Төбеге қарап бір нүктеге қадалып, сүлесоқ кейіпте іштей арпалысты. Сықыр етіп сыртқы есік ашылғандай болды. «Кім бари?» Саматтың даусы. Айсұлудың бөлмесінде сылдырмақ перде тұтулы тұратын. Соны сылдыратып Самат ішке енді. Жарықты жақпақ болып, оң жақ қабырғадағы түймені түртпектей бастап еді. Айсұлу ақырын ғана: «Жақпай-ақ қой», деді. Самат состиып тұрып қалды. «Бер жақындашы». Самат қара көлеңкеде қыздың үні шыққан жаққа қарай еңпеңдей бергенде сүрініп кетіп төсекке етбетімен құлады. Орнынан тұрмаққа, басын көтермекке талпына берген жігіттің қолына қыз жармаса кеткен. «Сен мен аласың ба?» «Мен сені...» Саматтың содан ары сөйлеуге шамасы келмей, Айсұлу жігітті құшағына тартты. Көзінен, мұрнынан, ернінен аймалап сүйе бастады. Өзі төртпақ келген жастайынан қарулы Самат армандап жүрген аруды ойда жоқта құшағынан табылғасын жемтігіне шүйріккен бүркіт құсап аш көзден ұмтылған. Бір күнде тағдырын өзгертті. Бір түнде өмірін өзгертті. Біреуге қарап біреудің тағдыры өзгере ме? Бейімбет Майлиннің «Шұғаның белгісі» атты әңгімесінде әуре болып неге бітті ажар көрік деген өлең жолдары бар еді ғой. Құдды сол тәрізді Алла тағала да Айсұлуға айрықша ажар көрік сыйлаған еді. Нағыз ай қабақ, алтын кірпік, қызыл еріннің өзі. Үлбіреген ақ жүзі, ағының қарасы көп көзі, қыр мұрны мен белуарына түскен қолаң шашы бара жатқанның балтасын, келе жатқанның кекпенін алып қалуға жарайтын. Айсұлу Саматқа тұрмысқа шығып кетті деген хабарды естіген күннен бастап Асқар араққа салынды. Ауылдағы кешкі отырыс, той томалаққа барып жүріп, Саматта ақаңды сілейтіп болды. Қызғаныштан Айсұлудың бетіне әлде біреу сәл қарап қалса болды, Самат сиыр шығатып шыға келеді. Көзі ақиланып 200 грамдық қырлы стаканға толтыра құйылған арақты аранына жөнелтеді. Содан ұлан айғай, бұқпыр төбелес басталады. Отырыстың шырқы бұзылады. Біртіндеп Айсұлу ондай жерге бармайтында болды. Бойына піна біткелі келіншек өзгеге ермек тапты. Магнитофоннан әдемі музыка тыңдайды.
көркем кітаптардың бірінен соң бірін тауысып тастайды. Әсіресе өлең оқығанды жақсы көреді. Бұрынғыдай той-томалақ отырыстарға бармаған соң Саматтың да шаруасы оңала бастады. Совхозға келген су жаңа водовозды астында ферма меңгерушісімен бірге малшыларды аралауға кетеді. Жүргенде жүрге мілінет дегендей, кейде барған жерінен бір қойдың етін, сиырдың бір жілігін алып келеді. Келіншегінің аяғы ауырлағанына іштей қуанып жүрсе керек, бір күні ауданға барып, әдемі коляска сатып алып келіпті. Қоя тұрмадың ба? Ырымға жаман деп шешем айтушы еді. Ырым-пырымыңды білмеймін. Осыдан ұл тусаң, атын Ахат қоямын. Ахат Саматович болады. Совхоздың директоры болады. Өзің көлік айдайсың, рульде жүргенде ішпей-ақ қойсаң болмай ма? Енді кішкене нетпейтін күнің болам өзі. Айсылудың даусы қатайған сәттен Самат сырғақтап зыта жөнеледі. Сыйлағаны шығар, сүйгендіктен бе? Сөйтіп жүргенде СССР тарқап кетті, совхоз да тарады, дүние мүлік жекешеленіп бөліске түсті. Саматтың водовозы Асқардың оң жамбасына бұйырды. Шарасыз еркектің қолынан не келеді? Ішуден басқа не? Есіктің алдындағы қоқыс тастайтын бөшкеде босап қалған шөлмектер көбейді. Қырсық бір айналса шыр айналады. Бір күні ойда жоқта үйдің маңынан гүр етіп мәшине келіп тоқтағаны. Күйеуім келген шығар деп алаңдай басып сыртқы есікке беттеген. Келген Асқар екен. Қызу. Айсылу, мен саған өлердей ғашықпын. Асқар үйіңе бар. Көршілерден ұят болады. Ұят-мұятыңның әкесінің аузын ұрайын. Сүйемін деп, жақсы көрем деп айта алмадым. Енді айтамын. Мен тұрмыстамын. Аяғым ауыр. Білем, бәрін білем. Еркек таппағандай, сен неге Саматқа шықтың, а? Өлтірейін бе оны? Асқар, қой деймін, елден ұят. Ойнастарының үстінен түстін бе? Қайдан шыққаны белгісіз, сайтандай сап етіп Саматта келе қалды. Келе Асқарға тұра ұмтылды. Наға кеңнің аузын нағыз оңбаған екенсің. Ұсталдың ба білем? Мен жай келдім, кетем қазір. Иттің баласы, қолыңда өлейін, біреудің қатынында нең бар? Екі жігіт бір-бірінің жағасына жармасып қып-қызыл төбелес басталып кетті. Ажырата алмай Айсылу әлек. Екеуінің де бет аузы быт-шыт болды. Саматтың сойдақ тісінің бірі түбінен сынып, сырт есік салт етіп алынғанда жатқан қаңылтыр итаяққа түсті. Асқардың көз алды көкпеңбек болып оң қабағы жыртылды. Қойыңдар, тоқтаңдар, қалың елге масқара болдық қой, деп Айсылу жылап жіберді. Айсылудың жылағанын көріп Асқар шегіншектеген бетте көлігін оталдырып үйіне қарай жылыстады. Солығын баса алмай селкілдеп отырған Самат көрсетем саған ойнас жасағанды. Ішім сезіп еді. Самат, мен саған адалмын, баламыз болады. Кімнің баласы екенін ит біле ме? Көзімнің тірісінде бақырайтып қойып ойнас жасайсың. Атаңа нәлет мәс саған. Көзіңе көк шөбін үймелетемін. Үсті-үстіне ұрғылап жатыр. Айсылу үшін ұстаған күйі екі бүктеліп құлап түсті. Қатты ашудан көзіне қан үйірілген Самат жас әйелдің ішінен теуіп тастады. Көрші Ерубай ақсақалдың ескі москвичмен есінен танып қалған Айсылуды Самат аудандық ауруханаға апарды. 3 сағат реанимация бөлімшесінің алдында көзінен жас сорғалағанын күтсе керек. Көк халаттылардың түймесін ағытып, реанимациядан шыққан дәрігер сұсты жүзбен, оқты көзбен Саматқа қарады. Сіздің әйеліңіз бе? Дәрігер, жағдайы қалай? Тірі ме? Бала ше? Баланың өмірін сақтай алмадық. Анасының жағдайы ауыр. Жан аман қалса болды. Құдай берсе бала болар. Өкінішке қарай, әйеліңіз енді бала көтере алмайды. Самат құлағы шыңылдап, көзі қарауытып, тынысы бітеліп, төбесінен әлде біреу қос қолдап ұрғалағандай еңіреп отыра қалды. Сіз неткен сұлусыз? Айдай сұлу, Айсылу. Жан дүниесі бай сұлу. Осыған дейін ауылда көрінбей жүрген қай сұлу? Үстіне ала пиджак киген, алғызыл галстук таққан, ауданға келген құрметті мейман рюмкаға меймілдете құйған коньякты тік тұрып тартып жіберді. Тіске басарға үстелдің үстінен бірдеңе іздеп еді, әбден күсі күтіп әккі болып қалған аудан басшысының орынбасары шанышқаға бір түйір қазы мен қиярды қоса түйреп, мәртебелі мейманның аузына қоса қойды. Толық шайнар-шайнамастан қиғылықтап жұта салған ақын қойын кітапшасын суырып алып тамағын кернеді. Ақиқатты айтсын деп тіл берген.
Солай емес пе? Сіздей сұлуға арнаған жырым, рұқсат етсеңіз оқып берейін. Оқыңыз, оқыңыз. Мұндай сұлу жанға жыр түгілі өмірді арнауға болады. Зәмәкім зуылдап жатыр. Так, оқиын. Осындай әдемі қыздарға өлең арнамасам, несіне ақын болып жүрмін? Жанарың жауһар, жүзің гауһар жарығым, ақ-дидардан тектілікті тандым, періштедей үлбірейді ақ жүзің, сенсіз мынау өмірімнің бәрі мұң. Қалай, керемет емес пе? Сізге поэма арнағым келеді. Тек алдыңыздағы рюмкеден сәл-пәл алып отырыңызшы. Ішпейтін едім. Адам ішейін деп іше ме? Осындай мөлдіреген қазақ қыздарын көргенде не төлкі арақ уда ішуге болады? Айсұлу, аздап алшы. Бір-екі ұрттағаннан кісі құрттап кетпейді. Орынбасар әкімдей қысай түсті. Алмасаңыз ренжимін. Сіз үшін неге болса да даярмын. Алып қойыңызшы. Ақын да өлердегі сөзін айтып жатыр. Екі адам екі жақтан қиылғасын, онсыз да қам көңіл жүрген келіншек кісі көңілі қалмасын деп аздап ұрттады. Дегені болған ақын әр тост сайын лепіріп өлең оқыды. Махаббат жырлары, жүрек қылын шерткендей, бәр сұлу келіншекке арналғандай. Бізден соң Айсұлудың басы айналды. Сыртқа шыққысы келді, үйіне қайтқысы келді. Мен қайтайын. Айсұлу, өзіңмен әңгімем бар. Анау бөлмеге барып сөйлесекші. Айтарыңды айта бер, бір ауыз ғана. Ақырын көрші бөлмеге өтті. Аудан әкімінің орынбасарын бір-екі сайлау кезінде клубта көргені бар. Сымпылдаған жігіт. Бүгінде жанын қойарға қоймай, осында ертіп келген. Астанадан атақты ақын келді, депутаттыққа түсіп отыр, кейін көмегі болады, қасында болшы, шығармашылық адам деген бөтен ғой, оларға табақ-табақ еттің қажеті жоқ, жылы қабақ болса жетеді деп өлердегі сөзін айтқан. Самат вақтада 15 күнде бір оралады. Келгені бар болсын, бар тапқан таянғанын достарымен қосылып алып, арақ пен картаға жұмсайды. Айсұлу көптен бері сыртқа қадам аттап шықпаған, оның үстіне бұл ақынның аты да, туындылары да жақсы таныс. Кей өлеңдерін мектепте жүргенде жатқа айтатын. Аз кем отырып қайтуға бекініп келген еді. Айналайын Айсұлу, құлдығың болайын. Мына кісі тегін адам емес, елдің адамы. Сен ұнатып қалды, қасында бол. Қазір кетемін, екеуің сырласып, өлең тыңдап отырыңдар. Ақынды жемеймін айналайын. Саған қанша сұрасаң да ақшасын берейін. Мынау $100 ал. Мен ақшаға сатылады деп тұрсың ба? Енді керек болады ғой. Қалғым келсе өзім ақ қаламын. Айсұлу $100 ақшаны жігіттің төс қалтасына сүңгітті. Мынаны бір жеріңе тығып қой. Бәсе, ақылың көп қой. Мені ұятқа қалдырма. Коньяктың буы ма, әлде мына өмірден әбден запыста болған көңілін серткісі келді ме? Айсұлу аяқ астынан шешім қабылдады. Қайта бер, қонақ күтуді білемін. Қайта оралған Айсұлуды көрген ақынның көзі оттай жайнады. Жаным, айым, күнім деп еркелеткен болды. Не бір сұлу сөздің кестесін тоқып жатыр. Еш қинаусыз, жалынып жалпаяусыз бір-екі рюмка тартып та жіберді. Өмір естімеген жалынды сөздерден басы айналды. Самат байғұс мұның бірінде айтпайды ғой. Жатын бөлмеге енгенде ақын мұның алқымынан өбіп, анарын қысып аймалап сүйе бастағанда Айсұлу, маған енді бәрібір деп ойлады. Қарсылық көрсеткен жоқ, денесі оттай ысып, демі бітіп, әлеуетті еркектің дегеніне жетпей қоймасын да сезді. Талай сұлуды құшып, талай тотайдың төсін тегістеген ақын тән рахатына бөлудің талай тәсілін біледі екен. Әуелі екі көзден кезек-кезек сүйсе болар ма, құлағына небір құшырғандырар әдемі сөздерді сыбырлай айта ма, ерінен үзіле сүйеме Құдай-ау, Самат сорлыдан көрмеген аймалау амалдарына жаны рахаттанып, тәні тәнті болғандай күй кешкен несі. Бір қолымен анарын, екінші қолымен бөксе тұсын сипалап, кіндік тұсқа келгенде домбырамен күй тартқан күйшінің ептілігіндей ерке қимылдар жасап, қатайған денесін босатып, дел сал қалыпқа келтірген еркек, сұлу келіншектің кепкен аңқасын қандырудың барлық амалын жасап жатыр. Үстіне бір-екі рет шығып,
қор ете түсе қалатын күйеуінде емес. Басқа әлем, басқа арғақ, басқа күй. Келіншек ыңырсып, ыңқылы күшейіп, үстіндегі еркектің әр қимылынан ләззат алып, екі көзін жұмған күйі елді де қалды. Қиял шарықтап, Асқар екеуі әлде бір теңіз жағасында қол ұстасып, су шашып жүгіре бастағандай ма? Қалай? Теңіз толқыны екеуін кезек-кезек тербетіп жатқан сияқты ма өзі? Оттай ыстық демге шарпылып, тынысы бір бітіп, бір үзіліп кеткендей ме? Жағада екеуі де анадан туғандай тыр жалаңаш қалыпта аймаласа қалғандай, ұят аят атаулыны асау теңіздің толқыны жұтып жасырып қойғандай. Апырау, мұндай да болады екен-ау деген ойдың түйсік тұсына келгенде, тез кеткені тез, әйелдік іңкәр әлемнің қақпасы ашылғандай, сол қақпаға ешкімнен ұялмай қызармай, Хауа-ананың көйлегін киіп енгендей, адам атаның үйреншікті қимылы жанға қуат бергендей, әлде бір нәзік ағыс 62 тамырын аймалай, бүлкілдете үйіріп алып бара жатқандай, толқынға толқын қосылып, әлде әуен, әлде күй, бесікке таңылған сәбидің қалпына түсіріп тербете түскендей. Тәңірқаты осы ма деген тосын сұрақты еркектің ырсылдаған дыбысы жұтып қойғандай, мүлдем бейтаныс, бірақ соншалықты ыстық ләззат оты біресе күйдіріп, біресе жандырғандай. Айсұлудың бар ойы осы ырғақ бітпесе екен, осы күй үзілмесе екен дегенге сайды. Асынып, қайнап, тұла бойындағы сезім түйіршіктерінің бәрін оятып, тәп-тәтті әлемге сүңгігенін сайын ақыры не болар екен деген әлде бір үркесоқ сезімнің жетегіне орнатылып жатып, буырқанған азаматтың буы кебердегі әрекетіне бүкіл жан дүниесімен кірігіп кеткендей еді. Толған айдай толықсып, толарсағына шейін талықсып жатып, жан дүниесін шарпаған алау оттың дәргейіне шыдай алмастан мама деп шыңғырып жіберген біледі. Ар жағы не тұман, не күмән секілді. Еркектің маңдайынан иіскеп, өзің бір керімгеншек екенсің деп еміренген даусына жүзі нұрланып жатып, екі көзіне үйірілген жастың ағынына ерік берген. Жаны жусап, тәні бусап қалғандай. Мұндай да болады екен-ау. Келіншектің көрпесін қымтаған ақын, сен туралы өлеңімді келесі кітабыма қосамын деп күбірлеп жатты. Самат вахтада жүргенде 90-ның 4-індегі әкесін көшеде бір өтіп бара жатқан КамАЗ қағып кетіп, бұлардың шаңырағында қайғы бұл түйірілді. Әке жаным-ау деп анадайдан аңырап келген Саматқа жұрт болған жайды ертесіне жаназа намаздың алдында ғана естіртті. Бәсе, әне бір кісілер бейтаныс, бұлар неғып жүр десем, өзімде ойлап едім деп Самат кешірім сұрай келген автобаздың адамдарын зираттан келген бетте жаппай тізерлетіп отырғызып қойған еді. Әкесінің жетсін, қырқын, жүзін, тіпті жылында айыпты тарап көтерді. Ішеді, ішкенде түбін түсіріп өлтіріп ішеді. Қубас Самат мен деген деп дауысы тарғылданып жылайтыны бар. Кешқұрын аудан әкімінің орынбасары жылт ете қалған, Айсұлуды айналшықтап жүрген көрген. Ол байғұс күйеуің не дейді дегендей Саматтың жүзіне имене қараған. Барып кел, аты срогың өтіп кетеді деп Самат былш еткізген. Тек Құдай үшін ішпеші, бір үйден бір адам ішсе жетпей ме? Ол да біледі, білгенде қайтеді. Кейде тапқаныңнан 1000 теңге бере тұршы деп шишасын алатындай сүмірейтінін қайтесіз. Айсұлу әр отырыстан қызара бөртіп оралады. Кейде аяғын баса алмай буын-буынын әл кетіп, қылжың тартып қайтады. Жоғары жақтан мейман келді десе болды, зәбәкім жетіп келеді. Неге екенін белгісіз, мейман келді деген хабарды естіген сайын селт етіп баяғы ақынды іздейді. Оны парламент депутаты ретінде теледидардан 2-3 рет көрген, ақиқатты айтсын деп тіл берген деп саңғылдаған даусын соңғы рет естіген Айсұлу ғана шығар. 5 жыл депутат болып жүріп, елдің жайы туралы бір ауыз сөз қозғаған жоқ. Бірінен кейін бірі кітабы шығып та жатыр. Айсұлуға арналған бір өлең жоқ. Айсұлу оңашада отырып алып айнаға қарайды. Баяғы ажар көрік солғын тартқан, жүзін мұң басқан. Мана дүниеде ешбір қызық қалмағандай, ішкі күйікті коньяктың қышқылтым дәмін басатындай.
мәртебелі меймандардың бәрі де келіншектің сұлулығына қызыққыш, бұрын әйел затын көрмегенде еліккіш, Оралының барында ойнап күлу негізгі кәсібіне айналғасын, қужалғанның мәжнүн талының жапырақтары да жұлым-жұлым. Асқар да сол күй үйленбеді. Астанаға құрылыс бригадасымен жұмысқа кетті. Аз-маз табысын араққа жұмсайды. Әбден қызған кезде айтатын бір-ақ ауыз сөз бар. Деген құстың ұясын көрдің бе? Саматта еш жоқ. Оған да бәрібір секілді. Аузынан арақ иісі бұрқырап отырып, жаңа әлгінде айтқан сөзі: «Әй қатын, енді мына 90-дағы шешемді де жолдың бойына шығарып қойсақ қайтеді? Олай-бұлай өткен КамАЗ қағып өтсе, жерлеуге керекті жарақ жабдықтың бәрін реттеп алар едік. Теледидардан осыған дейін 10 шақты орыс патшасының басын жұтқан Алла Пугачева әндетіп жатыр. Жизнь невозможно продвинуть назад. Бұралаң болса да өмір жолын